Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен eSports Original командасына сіздердің сұрақтарыңызды қоятын боламын. Маңызды дейтін сұрақтарды бүгін осы Original командасының ойыншыларына қоятын боламын. Ал ендеше кеттік. Достар, қазір менде Discord'та eSports Original'дың ойыншылары, қазір осы ойыншыларға сұрақтарымды қоятын боламын. Ассалаумалейкум. Салам достар, қалайсыздар? Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге мен Мади. Короче, бізде eSports Original'дың ойыншылары, қазір сұрақтарымды қоям. Сендерге бірінші сұрағым команда туралы ақпарат, қашан құрылдыңдар, қалай жиналдыңдар, жалпы осы туралы айтып өтсеңдер. Бұл команданы мен 5 ай бұрын примерно жинадым. Бәрі eSports гильдиясынан болады. Бірінші кезде басқа игроктар болатын, сосын бірте-бірте бір-бірімен ойнай алатын, бір-бірін түсінетін, осындай жақсы нәтиже көрсете алатын команданы жинаған болатынмын. Бұл 5 ай бұрын примерно жинадым. Так, достар, сосын бұл ойыншылардың барлығы олд ойыншылар, баяғыдан ойнап келе жатқан ойыншылар, бұлардың барлықтарының опыттары бар. Так, екінші сұрағым, ойыншылар туралы мәлімет, қай жақтан, нешеде, осы туралы айтып өтсеңдер. Бірінші, eSports командасының капитаны Нигам Груич, Алматы қаласында тұрамын және колледж оқимын. Бұл ойында мен тоже 2017-тен бері ойнап келе жатырмын. Мен Мадияр, Нигам Мади, Қызылорда қаласында тұрамын, педколледжде оқимын. Жасым 16-та, Free Fire'да 2017-тен бастап ойнап келе жатырмын. Так, мен Грозный, шынатым Бикара, Қарағанды облысы Сәтпаев қаласы, Технар колледж, жасым 17-те. Сол, Free Fire'ды 2018-ден бастап ойнап келе жатырмын. Төртінші игромыз ол Ангел, қазір Discordқа келе алмады өкінішке орай. Ол Ақтау қаласында тұрады. Аты Амалбек, Нига Ангел. Ол 17 жаста. 2003 жылғы тоже олд игрок біздің гильдияда бұрыннан бар. Үшінші сұрақ, қандай девайспен ойыншылар ойнайды, қандай соткамен ойнайсыңдар? Так, мен Грозный, Samsung A50, настройка обычный, обзор бәрін жүзге оқып қоям, DPI обычный, HUD обычный, бәрі обычный, простойымыз ғой. Жеги настройка сұрай бермендеш, настройканы адам дейтін өзі істейді, өзіне ыңғайлысын істейді. Мен Айбек, Нигам Груич, мен қазір iPhone XR ойнаймын, ал негізгі турнирді Xiaomi-мен бастағам. Сосын iPhone-ға өттім. iPhone XR телефон аты. Мади? Мен Мади С, лигада A8 плюспен ойнадым. A8 плюспен бітіріп аяқтадым. Абыланша A71 телефонмен ойнаймын. Ал төртінші игрок Ангел, ол iPad-пен ойнады, көп ойын. Тек финалда ғана телефонмен ойнады, өйткені iPad запрет берді. Ал ода iPad 5 mini деген iPad екен. Ал телефоны? Телефон, ол жақында телефон алды, iPhone 12 Pro Max. Финалды сонымен ойнады. Бесінші сұрақ, командадағы ойыншылардың рөлдары қандай? Бірінші мен Нигам Груич, мен көбінесе снайперкамен ойнаймын, және роль мен капитанмын. Ал сосын Ангел, ол көбінесе біздің артымызда жүріп, осы алыстағы игроктарды бізден осы прикрывать етіп жүреді алыстан. Ал Мади, ол бізде гранатометчик, ол өте қатты керек ойыншы, ол гранатометпен жақсы ойнайды, әрқашан осындай бізге көмектесе біледі. Ал Грозный, ол рашқа барған кезде бізді бастап жүріп, қалай раш жасау керек екені, сол жағынан жақсы ойыншы. Алтыншы сұрақ, қандай тактикамен ойнадыңдар осы гранд финал ойынында? Тек гранд финал емес, бізде бүкіл турнир бойынша бір тактика болды. Ол өзіміздің локациямызға түсіп, егер басқа адамдар түссе, солармен атысып, болмаса лут жинап, потом зонаның ортасын көріп, зонаның ортасынан позиция алу. Егер осы тактика болса, значит сенде топта болады, және зонаға келеткен басқа командаларды күтіп, киллда жасауға болады. Өте жақсы тактика. Былай көбісі айтады, пассивно ойнайсыңдар анау деп. Бірақ осы тактиканың арқасында біз осындай международный уровеньге өтіп тұрмыз. Даже осындай рашқа ойнайтын командалар өте алмай қалып жүр. Сондықтан бұл тактика әзірше осындай жақсы тактика болады. Ары қарай осы тактикамен ойнай береміз. Жетінші сұрақ, турнирда вообще қанша ұттыңдар осы барлық турнирдан? Бірінші отбордан $600, екінші отбордан $700, сосын финалдан 650 тоже вроде. И гранд финал $18,000 ғой. Общий $1,5 миллион теңге. Сегізінші сұрақ, осы ұтқан ақшаны қалай бөлесіңдер команданың ішінде? Бірінші этап және екінші этапты біз заменамен ойнадық, өйткені ол бір ай болды. Бірінші этап бір ай, екінші этап бір ай. Сондықтан әр ойында 4 адам бірден бос бола алмайды. Сондықтан заменамен ойнадық. И сол этапта ұтқан ақшаны теңдей 5-ке бөлеміз. Өйткені командада 4 главный игрок, бір замена болды, екі этапта да. Ал екі гранд финалды тек 4 адам ойнағандықтан көп сума осындай 4-ке бөлінеді. Ал заменаның игроктарына сәл аз береміз. Примерно 8,5 миллион болса,
главный игроктарға 2 миллионнан түсу керек, ал этапта ойнағандарға бірінші этапқа ақшасы аз болғандықтан 50 мың теңге, екінші этап 50 мың теңге, и гранд финалдың тағы 300 мың теңге замена игрогына. Так, 9-шы сұрақ. Осы ұтқан ақшаға енді не аласыздар әрбір ойыншы? Бір-бірден айтып өтіріңдер. Мен Грозный, бірінші iPhone алайын ба деп отырмын. YouTube канал ашып, сіздерден қолдау күтемін. Сосын компьютерді апдейт ету керек, блок питания дейсіңдер, монитор ауыстыру керек. Қалғандарын үйде ғой, үйдің шаруаларына. Мен грусть, ол бірінші, мен сәл сол ақшаға үстінен тағы сәл ақша қосып, машина алатын шығармын. 18 толғандықтан машина алуға жоспарлап жатырмын. Мен Мадияр, мен iPhone алам, 12 или 11 алам. Сосын қалғанына компьютер алам. Дальше сол енді үйдегілерге берем. Сөйтіп дамим, YouTube канал ашам, Facebook түсірем, сендерден қолдау күтем. Ал 4-ші ойыншы Ангел, ол сразу iPad болмайды деген соң алдын ала телефон алды, iPhone 12 Pro Max алды. Ал соңғы сұрақ, осындай дәрежеге жетеміз деп ойладыңдар ма? Негізінде бірінші осы турнирға заявка берген кезде тіркелуге бұндай осындай мировой уровеньге жетеміз деп ойлаған жоқпыз, шыны керек. Даже басында бірінші отбордан негізінде біз топ 9 команда өтетін жерден біз топ 10-шы болып өте алмай қалған едік. И сол кезде үстіміздегі тұрған командаға дисквалификация бергендіктен біз ары қарай өткен болатынбыз. Содан бері уже әр отбор сайын өзіміздің ойынымызды көрсетіп, жақсы ойын көрсетіп, бірте-бірте өз-өзімізге деген сенімділік пайда болды. Бұлай ең басында турнирді енді бастап жатқан кезде бұндай уровеньге жетеміз деп ойлаған жоқпыз. eSports Original сұхбаттарына рахмет. Саған рахмет. Саған да рахмет осыны сұхбатқа шақырған үшін. Так, достар, осымен бізде видео аяқталды. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.